Саламатсыздар ма? Тұңғыш президент қоры мен Елбасы академиясының бірге оқу атты жобасына қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен Google Classroom'ды өзіміздің смартфонымызға орнататын боламыз. Ол үшін ең біріншіден Play Market'ке кіру керек. Егер де сізде iOS болса, онда App Store'ға кіресіз. Енді осы жерде Google Classroom деп енгізейік. Мінекей өзі де шықты. Енді Google Classroom шыққаннан кейін осы жерде орнату батырмасын басайық та. Енді біраз уақыттан кейін ол өзіміздің смартфонымызға жүктеленетін болады. Мінекей Google Classroom орнатылды. Енді осы жерде ашу батырмасын басайық та. Ең бірінші кезекте осы жерде біз жұмысты бастау деген батырмызға бастайық та. Енді осы жерде сіз өзіңіздің Google аккаунтыңды таңдайсыз, яғни сізде мысалы бірнеше Google аккаунт болуы мүмкін, бірақ та сіз оның алдын Google Classroom'да қолданған аккаунтты қолданасыз. Мен мысалы ол үшін бірінші аккаунтымды қолданам, немесе сіз осы Play Market'те алдын ала орнатылған тіркелген Google аккаунтыңыз болуы мүмкін, немесе сіз оны енгізе аласыз. Жақсы, мен окей деп басамын да, содан кейін менің барлық сыныптарым мінекей осы жерде көрсетіліп тұр бас парақшада, және де осы жерде тек қана сіз сабақ беретін емес, сонымен қоса сіз қатысатын курстарды көрсетеді. Енді осы жерде бас мәзірге назар аударайық. Мінекей курстар ол бізде бас парақшада тұр. Содан кейін осы жерде күнтізбе деген бар. Күнтізбені егер де біз ашсақ, ол бізде Google күнтізбесі, яғни осы жерде сіздің барлық тапсырмаларыңыздың аяқталу мерзімдері барлығы көрсетіледі. Әзірше ол бізге керегі жоқ. Және де тағы да бір нәрсе, ол хабарландырулар, яғни мінекей осы жерде әртүрлі сіз жауап берген немесе сіз қатысатын курстарда пайда болған тапсырмалар көрсетіледі, немесе сіздің оқушылардың сізге жіберген тапсырмалардың хабарландыруы келеді. Енді қайтадан бас мәзірге оралғаннан кейін осы жерде ең бірінші бізде бар, ол біз сабақ беретін курстар, ал екінші біз өзіміз қатысатын курстар көрсетілген. Енді тағы да осы жерде ол курстардың мұрағаты. Енді осы жерде сіз өзіңізге керек емес курстарды осы мұрағатқа лақтыра аласыз. Келесі бізде ол біздің сыныптарымыздың файлдары, ол сізде өзіңіздің Google дискіңізде орналасады. Мысалы, оны ашып қарауға болады. Әрине де ол үшін сіздің смартфоныңызда Google Диск деген, Google Drive деген бағдарламасы орнатылуы керек. Енді келесі ол бізде баптаулар. Баптаулар онша көп емес, тек қана мысалы фотоны ауыстыру. Содан кейін осы жерде мобильдік желісін қолданып синхронизациялау, яғни мобильді трафикті қолдану, бірақ та мысалы ол бізге керек жоқ, көбінесе біз үйде Wi-Fi-дан қолданамыз. Енді тағы да осы жерде хабарландыруды электрондық пошта арқылы алу, яғни егер де сізге оқушы жауап берсе, сіздің электрондық поштаңызға хабарландыру келеді. Келесі бізде ол курстар бойынша хабарландырулар. Егер де маған мысалы физика GTA деген керек жоқ болса, хабарландыру, мен жай ғана оны алып тастаймын. Енді келесі жерде ол өзіміздің құрылғыдағы хабарландырулар, яғни осы жерде сіз толықтай қай хабарландыру сізге керек, қайсысы керек жоқ, оны шеше аласыз. Осы жерде сіз оны оңай алып тастайсыз. Енді қайтадан оралайық, және де осы жерде анықтама бар, онымен қоса саясат және де қолдану талаптары, оны сіз қосымшадан қарауыңызға болады. Енді ең негізгісіне көшейік, ол біздің сыныбымызды құру. Мінекей бас мәзірге кіргеннен кейін курстарды деген басайық та, осы жерде үстіңгі оң жағында плюс батырмасын басқаннан кейін біз курсты жасау деген батырмазды басайық та, маған барлығы түсінікті, жалғастыру деген батырмасын басайық. Енді осы жерде мысалы біз жазайық физика тарау деген, мысалы 4-ші тоқсан деп жазайық. 4-ші тоқсан, кім мысалы 7-ші сынып болсын, және де пән, ол бізде физика. Құру деген батырмасын басайық.
Содан кейін біраз уақыттан біздің физика бойынша курсымыз басталады. Енді мінекей біздің физика курсымыз құрылды. Осы жерде біздің лентамыз бар, тапсырмалар және де қолданушылар, яғни қатысушылар. Енді ең бірінші баптауларға кірейік. Баптауларға кіргеннен кейін мінекей біздің толық ақпаратымыз және де негізгі ақпаратымыз. Және де ең маңызды нәрсе ол біздің курсымыздың коды мінекей осы жерде орналасқан. Сіз оған басқаннан кейін ол сізде буферіңізге кетеді де көшірмесі, содан кейін сіз осы кодты әртүрлі мессенджерлер, яғни WhatsApp, Telegram сияқты жібере аласыз. Тағы да қосымша баптауларға егер де кірсек, осы жерде код курсын мысалы алып тастауға болады. Содан кейін осы код курсты ешкім қолдана алмайды. Немесе сіз оны қайтадан іске қоса аласыз. Енді келесі бір нәрсе ол лентаның баптаулары, яғни осы жерде оқушылар жазбаларды пікір алмаса алады, немесе өзінің белгілі бір жазбаларын жаза алады. Тағы да бар оқушылар тек қана оны пікірлер қалдыра алады. Және де ең соңғысы мысалы ол осы жерде тек қана мұғалімдер жазбаны жаза алады және де пікір алмастыра алады. Және соңғысы ол лентаға тапсырмалар, яғни сіз тапсырманы орнатқаннан кейін ол осы лентада шығуы мүмкін, бірақ та мысалы біз осы хабарландыруларды мысалы алып тастайық та дайын деген батырмамызға басайық. Енді мінекей біздің лентамыз берілген. Осы жерде мысалы біз өзіміздің хабарландыруды жазуға болады. Мысалы физика 7-ші сынып 4-ші тоқсан, мысалы 4-ші тоқсан басталды деген жазуға болады. Және де осы жерде сіз әртүрлі файлдарды қолдануға болады. Яғни біріншісі ол дискідегі файлдар дегеніміз, ол біздің Google Drive-дағы файлдарымыз болып табылады. Оны ашқаннан кейін менің дискімді егер де кірсек, мінекей сіздің барлық файлдар осы жерде берілген. Және де осы жерде мысалы мен 4-ші тоқсан деген ашқаннан кейін мінекей әртүрлі файлдарды Word, презентация, PowerPoint сияқты оны жіберуге болады. Және де осы жерде біз осындай ақпаратты өзіміздің күнтізбеге жоспарлауға болады. Яғни ертең сағат 8-де ол жарияланады. Яғни қазір емес, ал оны белгілі бір күнін тағайындауға болады. Бірақ та ол бізге керек жоқ, біз оны қазір жариялаймыз. Мінекей содан кейін біраз уақыттан кейін ол бізде жарияланады да оқушылар оны көре алады. Яғни ол кәдімгі біздің ВКонтакте немесе Фейсбуктағы сияқты жазбалар болып табылады. Енді осы жерде оқушылар, егер есіңізде болса, біз оларға пікір қалдыру функциясын қалдырған болатынбыз. Енді біз қазір тапсырмаларды емес, қатысушыларды қарастыратын боламыз, өйткені ол бізде қысқаша түрде ақпарат. Осы жерде оқушы бізде оқытушы, егер де плюс батырмасын бассақ, біз оны электрондық пошта арқылы осы курсқа оқытушы ретінде шақыра аламыз. Және де дәл солай сияқты біз оқушыларды электрондық поштасы болу керек, міндетті түрде Gmail, яғни Google аккаунт өзіңізде сияқты. Енді осы жерде біз жай ғана оны енгіземіз де, мысалы мінекей менде бір оқушы бар, шақыру деген басамыз да, мінекей осыдан кейін осы шақыру сіздің оқушыға кетеді. Мінекей осы жерде жазылып тұр, шақыру жіберілді деп. Мінекей осы сияқты, яғни электрондық пошта немесе оның алдын көрсеткен код арқылы сіз оларды шақыра аласыз. Енді ең негізгісіне көшейік, ол бізде тапсырмалар. Енді ең негізгісі ол бізде тапсырмалар. Осы жерде плюс батырмасын басқаннан кейін бізде тапсырма, сұрақ, материал, тақырып және де қайтадан қолдану деген функциялары бар. Ең бірінші осы тапсырманы деген таңдайық. Яғни тапсырма, кәдімгі тапсырма, сіз файлдарды бекітесіз осы жерге және де оқушыларға жібере аласыз. Мысалы, бірінші тапсырма бізде болсын, мысалы, жұмыс есептері, немесе жұмыс есептері.
осы жерде сіз оларға түсініктемені қалдыра аласыз. Содан кейін балдарды мысалы 10 балл деп қояйық, иә, 10 балл. Содан кейін тапсыру мерзімін мысалы біз бейсенбі күні, яғни 9-ы деп белгілейік. Енді осы жерде тарау бар, яғни тараудың ішінде ол кәдімгі біздің мысалы тараулар болып табылады. Ең бірінші мысалы бізде бірінші тарау делік, ол мысалы бізде не анда жұмыс сақтау дегенді басайық та, яғни содан кейін осы тапсырма осы тарауға тиесілі болады. Қазір біз соны қарастырамыз. Енді осы жерде біз әртүрлі жаңа ғана айтқандай файлдарды жүктеуге болады. Және де оның бір ерекшелігі мобильді қосымшаның сіз өзіңіздің смартфоныңызды қолдана отырып оның камерасын қолданып фотоны түсіруге немесе видеоны көрсетуге болады, яғни жүктеп алуға. Енді осы жерде мысалы мен қайтадан өзіміздің Google дискіден бір файлды алам, мысалы жай ғана мысал ретінде бір файлды ала тұрайын. Мысалы осы жерде презентация ретінде теориясын беруге болады, ал содан кейін Word-дағыдай сіз оларға есептерді жүктей аласыз. Енді осы жерде функцияларға кіргеннен кейін дәл сол сияқты біз оны өзіміздің күнтізбеге орналастыруға болады. Яғни сіз осы тапсырманы қазір емес, ертең немесе бір жұмадан кейін жариялауға болады осы тапсырманы. Яғни егер де сізде барлығы дайын болса, неліктен оны мысалы жоспарлап алуға болмайды, иә. Енді осы жерде тағы да бір күшті нәрсе, ол бізде жаңа PDF файлды бекіту деген сөз. Яғни осы жерде сіз кәдімгі Paint-тағыдай әртүрлі суреттерді немесе формаларды салуға болады. Мысалы тік төртбұрыш салғаннан кейін осы жерде күш диаграммасын сал деп мысалы осындай кішігірім тапсырмаларды беруге болады. Енді осы жерде сақтау дегенді басасыз да, ол автоматты түрде осы тапсырмаға бекітіледі. Мінекей бізде екі не бар, бірінші презентация, екінші осы тапсырманың PDF түрі, және де оны жіберейік. Мінекей осы жерде оларға тек қана көруге тағы да бір нәрсе, егер де сіз Google дискіні қолдансаңыз, осы жерде сіз оларға рұқсат беру керексіз, яғни оны редакциялау үшін, яғни өзгерту үшін, иә. Әйтпесе олар оны тек қана көре алады, бірақ та әрине оның кемшілігі жоқ, олар өзінің есептеуін сізге жібере алады. Мысалы, презентация тек қана қарайды, ал осы нені ол бізде редакциялауға болады деп шешейік та, оны жіберейік. Мінекей бізде бірінші тарау жұмыс бар, және де жұмыс есептері деген оның тапсырмасы бар. Енді оны ашқаннан кейін мінекей бізде бар оқушылардың жұмыстары және де оның инструкциялары, иә. Келесі, енді тағы да бір тарауды жасайық, қолданайық, иә. Тақырып дегенде басқаннан кейін екінші тарау, ол бізде мысалы қуат болсын, қосу деген басайық та, мінекей бізде екінші тарау пайда болды. Яғни осылай таралау бойынша сіз оқушыларға тапсырмаларды жүйелі түрде бере аласыз. Енді екінші тарау жоғары қарай кетіп қалды, мен оны мысалы осылай алып төмен қарай түсіре аламын. Өте сондай ыңғайлы. Және де осы жерде плюс батырмасын басқаннан кейін сұрақ дегенге енді көшеміз. Сұрақ дегеніміз ол бізде кішкентай сауалнамаларды жүргізуге болады, немесе қысқа жауапты сұрақтар болып табылады. Енді осы жерде мысалы қуат анықтамасын жаз деп сұрақ қоюға болады. Қуат анықтамасын жаз. Және де дәл сол сияқты осы жерде оларға балдарды беруге болады, 100 балл, я мысалы дәл сол сияқты оны тапсыру мерзімі, және де оның тақырыбы жаңа ғана айтқандай ол бізде екінші тарауға тиесілі болғаннан кейін оны таңдаймыз да. Енді осы жерде оның түрлерін таңдауға болады. Ол бізде қысқа жауапты сұрақ немесе тізімнен біреу дегеніміз сөз, ол кәдімгі тест, яғни кішігірім бір сұрақты беруге болады тест ретінде. Енді мысалы ол бізде қысқа жауапты сұрақ болғаннан кейін оны осылай қалдырамыз. Және мұнда анықтамасын қате кетті. Енді дәл сол сияқты біз әртүрлі файлдарды оларға
жүктеп алуға болады, бірақ та ол бізде қысқа жауапты сұрақ болғаннан кейін, яғни анықтамасын жазу, осылай қалдыра кетейік. Және де ең соңғы функциялар дегеніміз, ол оқушылар жауапты жібергеннен кейін оны қайтадан жазып алуға болады, немесе оқушылар бір-бірінің жауаптарын пікірге, яғни пікір алмасуы мүмкін. Осындай функцияларын алайық та оны мысалы жіберейік. Мінеки бізде қысқа жауапты шықты. Содан кейін ең соңғы нәрселер, ол бізде материал, яғни материал дегеніміз, ол біз осы жерде теория болуы мүмкін. Мысалы, теория энергия деп жазайық. Яғни теория болғаннан кейін сіз осы жерде өзіңіздің Google дискіңізден, немесе өзіңіздің смартфоныңыздан, немесе сілтемені беруге болады. Және де мен қайтадан өзіміздің Google дискімен кіремін де, осы жерде белгілі бір мысалы теорияны беремін, немесе сіз мысалы қайтадан осы PDF файлды жүктеп алуға болады. Яғни өзіңізге қалай ыңғайлы болса. Енді осы жерде энергия деп тұр, яғни біз мысалы үшінші тарау деп жазайық. Үшінші тарау бізде энергия болсын. Сақтау. Мінеки теория энергиямыз бар. Оны жіберейік те, осыдан кейін мінеки ол бізде үшінші тараудың ішінде теория энергия деген материал пайда болды. Осы үшінші тарауды төмен қарай түсірейік. Мінеки біз осылай тапсырма, қысқа жауапты тапсырма және де материал, яғни теориялық материалдарды қарастырған болатымыз. Және де осы жерде тағы да бір функция бар. Ол қайтадан қолдану деген сөз. Ол өте ыңғайлы функционал, өйткені сізде мысалы 7-ші сынып тек қана біреу ғана емес, бірнеше болуы мүмкін. Сол себепті мысалы осы жерде физика 7-ші A деген сыныптан мен оның тапсырмаларын өзіме, яғни жаңа курсыма көшіріп алуы мүмкін. Так, әзірше бұл бізге керек жоқ. Мінеки біз сіздермен мобильді қосымшаны қолдана отырып біздің бірінші курсымызды, яғни сыныбымызды бастадық. Енді келесі видео нұсқаулықтарда біз осы біздің жіберген тапсырмаларды қалай бағалау керек екенін қарастыратын боламыз. Назарларыңыз үшін рахмет.